Биыл Ұлы Отан соғысының басталғанына тура 80 жыл. 80 жылдың ішінде ұрпақ алмасып үлгерді, бірақ зардабы әлі де елесінде. Бір кездері миллионнан аса қазақ баласы жауға қарсы шықты. Дегенмен солардың көзі тірісі санаулы ғана қалды. Қазақстанда неше ардагер қалды, оларға қазір қандай жағдай жасалуда, қандай құрмет көрсетуде, бірге зерттеп білейік. 1941 жылы 22 маусымда фашистік Германия Кеңес одағына тұйылдан шабуыл жасады. Тарихта Ұлы Отан соғысы деп аталатын 1418 күндік алапат майдан басталды. Бұл тек Кеңес халқының ғана емес, бүкіл адамзат өркениетінің тарихын шешкен соғыс еді. Қазақстан бұл соғысқа белсене атсалысып, ауыр зардап шекті. Соғыс жылдары Қазақстан нағыз майдан арсеналына айналды. Кеңес одағы соғысқа 5 жылда 35 миллион адам жұмылдырса, соның 1 миллион 200 мыңнан астамы қазақстандықтар еді. Бұл елдегі ер азаматтың 70%-дан астамы. Олардың 500 мыңнан астамы ұрыс даласында қаза тапты, мыңдағаны із-түзсіз жоғалды. 12 атқыштар дивизиясы, атты әскер дивизиясы мен 7 бригада Қазақстанда жасақталды. Алматы мен Шымкентте әскери училищелер ашылып, офицерлер дайындалды. 200-ден астам зауыт пен фабрика майданға қажетті техника мен киім шығарды. Қазақстаннан майданға аттанғандардың ішінде 500-ден аса адам Кеңес одағының батыры, 100-ден аса адам даңқ орденінің иегері атанды. Біз майданда болып, белуардан қан кештік, тылда жүріп, көз жасымызды көлеттік. Күн түндемей еңбек етіп, жеңіс үшін тер төктік. Осының бәрін біз тарих алдында, отан алдында, адамгершілік, намыс алдында, ақ ниетпен азаматтық борышымызды өтеу үшін істедік. Сөйтіп, оны абыроймен ақтадық. Бұл тақтада майданнан орылмаған мыңдаған майдангердің аты бар. Олардан тек фотосуреттер мен майданнан келген хаттар ғана қалды. Қазір Қазақстанда 105 ғана ардагер қалды. Олардың дені 100 жасқа таяған қарттар. Шымкент қаласында сол сұрапыл соғыстың көзі тірі 2 ардагер қалды. Олар Нина Мусунова, Мұраталы Төлепбергенұлы. Жеңістің 80 жылдығына орай әрқайсысына 5 миллион теңгеден бір жолға әлеуметтік көмек көрсетілді. Соғыс өмірлі танкіге қарсы соғысатын зеңбірекшілердің құрамында. Оның ішінде Қазақстан бірақ мен болдым. Басқұрт жоқ зеңбіректің ішінде. Ал Түркістан облысында 9 ардагер. Жеңістің 80 жылдығына орай оларға 5 миллион теңгеден бір жолға әлеуметтік көмек көрсетілді. Сонымен қатар медициналық қызмет, коммуналдық жеңілдіктер мен үй жағдайларын жақсарту жұмыстары тұрақты түрде жүргізіледі. Алла, балалар шағаларыңменен өздерің аман есен сау болып, дені сау болып, аман болып, дегендеріңе жетіп, мақсаттарыңа жетіп, жастарыңа келіп, аман болыңдар. Майданда жауға қарсы оқ атылса, тылда таңнан кешке дейін еңбек етілді. Қазақстанда 500 мыңнан астам тыл ардагері майданда азық-түлікпен, киіммен, оқ-дәрімен қамтамасыз етті. Олар соғыстың 2-ші майданын ұстағандар. Бүгінде тыл ардагерлеріне де қолдау көрсетіледі. Шымкент пен Түркістанда олар медициналық бақылаудан, коммуналдық жеңілдіктерге ие. Олардың еңбегі көзге көрінбейтін, бірақ жүрекке жазылған тарих. Тыл еңбеккерлері соғыс жылдары жанкештілік пен табандылық танытты. Қазақстаннан майданға 1,5 мың вагон киім-кешек пен азық-түлік жіберілді. Елімізге жүздеген кәсіпорын көшірілді. Көптеген жаңа өндіріс салынды. Олар өте қысқа мерзім ішінде
майданға қажет өнімдер шығара бастады. Жұртымыз жұдырықтай жұмылып, күні түні жұмыс істеп, қару-жарақ пен оқ-дәрі дайындады, әскери киім тікті. Соғыстағы 10 оқтың 9-ы Қазақстанда жасалды. Ұлы жеңісті ұлықтау дегеніміз, бұл ең алдымен ер жүрек батырларымызды жадымызда мәңгі сақтау деген сөз. Олардың ерлігі мен еңбегін жас ұрпақ біліп өсуге тиіс. Зерттеу жұмысымыз барысында Шымкент қаласында орналасқан даңқ мемориалына арнайы бардық. Бұл жерде сол кездегі оңтүстік Қазақстан облысынан Ұлы Отан соғысына қатысқан, Майдан даласында ерлікпен қаза тапқан және аман оралған жауынгерлердің есімдері тасқа қашалып жазылған. Жалпы мемориалда 150 мыңға жуық жауынгердің аты жөні мәңгілікке тасқа таңбаланған. Алаңда көз шоқтарын қолдарына ұстап, батыр бабаларына тағзым етіп жатқан талай ұл-қызды көрдік. Алайда алаң ортасында әкесінің суретін құшақтап, есімін іздеген қос қария көзімізге оттай басылды. Олар Түркістан облысы Бәйдібек ауданы Тасқұдық елді мекенінен шыққан социалистік еңбек ері, соғыс ардагері Малыбай Әлімбековтің қыздары. Олар әкелерін сағынышпен еске алып, ерлік жолын көздеріне жас алып тұрып баяндады. 35 жасында кеткен армияға 5 жыл армияда болып, жеңіске жетіп, келген өзімен бірге кеткен 4 інісі жоқ, сол күнше жоқ болып кеткен. 102 жасқа келіп қайтыс болды, 12 бала тәрбиеледі. Ата-анамызға арзамыз қандай болса да, Құдайға шүкір осындай жасқа жеткізіп, біз осындай тәрбиеге жеткізген әкемізге көп рахмет. Қос әжейдің ішінде қалған тағы да бір өкініш бар. Олардың айтуынша әкелеріне көзі тірісінде лайықты құрмет көрсетілмеген. Сол жылдары Бәйдібек ауданын басқарған әкім бір көлік сыйға тартатынын айтып, уәде бергенмен кейін ол уәде орындалмай қалған. Тіпті өз ауылдарындағы мектепте де Малыбай Әлімбековке арналған сынып бұрышы жоқ екенін қынжыла жеткізді. Бүгінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жеңістің 80 жылдығына орай 500-ге жуық көшеге қазақстандық жауынгерлер мен батырлардың есімі берілетін айтқан болатын. Егер де осы тізімге шағынған ауылдан шыққан Малыбай Әлімбековтің есімі қойылса, құба-құп болар еді. Адал еңбегіменен кетті. Ауданда ешкім ескерген жоқ, шелеген жоқ. Тура өлетін жылы 1 май күні 1999-да келіп ауданның әкімі келіп, бәрі сізге бір машина көке беріледі деп кеткен. Екісі күні әкеміз жерленді. Ұлы Отан соғысының 80 жылдығы құтты болсын. Менің әкемнің әкелген жеңісі бұл. Бірінші ретте. 7 жерінен жараланған, қанша жерінде оқ кетті бірге өзіменен көміліп. Бұл жұмыс уақыт еншісіндегі мәселе. Ал қазір көзі тірі ардагерлерге қандай құрмет көрсетілуде? Қазақстан көлемінде 80 жылдық мереке қалай аталып өтілуде? Бірге білейік. Мемлекет басшысы жеңістің 80 жылдығына ерекше мән беріп отыр. Оның айтуынша еліміз бойынша мыңдаған маңызды әрі ауқымды іс-шаралар ұйымдастырылуда. Қазақстанда соғыс ардагерлерінің ерліктерін дәріптеп, тарихи жадымызда жаңғырту мақсатында нақты жұмыстар қолға алынған. Атап айтқанда 500-ге жуық көшеге қазақстандық майдангерлер мен батырлардың есімі берілетін болды. Сонымен қатар батырларға тағзым атты шеру өтеді. Бұл шарада соғысқа қатысқан азаматтардың ұрпақтары аталарының суретін көшелермен алып өтеді. Мұндай акция соғыстың сұмдығын ұмытып, бейбіт күннің қадірін түсіну үшін аса маңызды. Бұдан бөлек Астана қаласында әскери парад ұйымдастырылды. Елорда мен аймақтарда ардагерлерге құрмет көрсету, ескерткіштер орнату, соғыс тарихына арналған көрмелер, патриоттық кездесулер өткізіліп жатыр. Бұл іс-шаралардың барлығы Ұлы Отан соғысының тарихи шындығын насихаттау, оны қасақана бұрмалауға жол бермеу және жас ұрпақты отансүйгіштікке баулу бағытында жасалып отыр. Биыл ұлы жеңіске 80 жыл. Баршаңызға ұлы жеңіс күні құтты болсын. Бұл мейрам халқымыздың жауынгерлік рухының символы. Біз елдік үшін күрескен батыр бабаларды ұлықтаймыз.
Ұрпақтар сабақтастығы ел болашағының кепілі. Мектептерде ардагерлермен кездесулер, патриоттық сабақтар, мәңгілік полк жүрісі өткізіледі. Жастар тарихты кітаппен емес, ардагерлердің өз аузынан естігенде ғана шынайы бағалайды. Ерлік ұмытылмаса, ел аман, ұрпақ саналы. Сондықтан біз ардагерлерді еске алу арқылы өз болашағымызды тәрбиелейміз. Ұлы Отан соғысының өткеніне, жеңіс туымыздың тігілгеніне 80 жылдығымен шын жүректен құттықтаймыз. Бабаларымыздың жолын қуып, мен де елімді қорғап батыр болғым келеді. Баршаңызды 80 жылдық жеңіс мерекемізбен құттықтаймын. Мереке құтты болсын. Олар соғысқан кезде біздің бүгініміз үшін жанын берді. Біз еске аламыз дегенмен жеткілікті түрде құрмет көрсетіп жүрміз бе? Соғысты көрмеген ұрпақ ретінде бізге артылған бір ғана міндет оларды ұмытпау. Мәңгілік алау сөнбес үшін тарихты тірі ұстауымыз керек.